Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Екі кетем деп қорқытып жатыр. Құдайсық дос Джон. Менің досым пингвин деймін. Жаным! Мынау менің тамада кезіндегі қолыма ұстайтын Бықи-тықи продакшн, Елдос Колобок деп, мынандай номер тұрады ғой. Мына номер қаяқта екен де білмейсің ғой қазір уж. 12 жылдай той саласында жүрдік қой. Ой, домбырада да ойнайтынмын, жетігенде де ойнайтынмын. Құрметті оқырмандар, бізде жаңа жұп құтты болсын. Нұржан мен Ақерке бүгін жұп атанды. Жени, гүлді әкеші, сторисқа, сәл не болсын деп жатыр. Дәм болсын ба? Қалайсыз? Жылап жатыр біздің қыз. Қуаныштан ғой, е? Қуаныштан болса. Видео на память. Сендерге де жұғысты болсын. Құтты болсын. Я рада за них. Қандай видео көргенсіңдер ме сендер? Штатив, білмеймін, не үшін ұстап тұрған. Қолмен тұрсам қолым дірілдейді дейді, осы штатив. Чорқысы жоқ. Өстіп әдейі түсірмесін деп кадрға ұялмай. Бәсе түсірме деп ұялмай. Арендованная квартира достары просто үйіміз емес. Маған ше прикол ұстап қояды. Өздері қарай істеп білген істеп жатыр бұлар. Түсірмеміз дедік қой біз. Соғы түсірме деп. Мен бірінші рет біреумен тамақ пісіріп жатырмын. Бұл Асемай дейтін Ақтаудың қызы, яғни фудблогері. Мына екі кісі саламатсыздар. Қосылып алып мені жақтырмай жүр. Мен баласы емес, күйеу баласы сияқты болып қалдым. Мама? Мама? Не болды, қызған жүрсің бе? Кеше қызған жүрсің бе десем, сен емес, Әсемді сенен қызған. Бүгін достар, қалайсыздар? Біз деген Үндістандамыз әлі. Енді көбісі түсінбей жатыр, Индияда не істеп жүрсіздер деп. Білесіздер, көбісі біледі, көбісі білмейді. Менің енем, екінші мамам, Әлеттің мамасы ем алып жатыр. Қазір сыртта больницада күтіп отырмыз. Осындай екен больницалары. Мына жақта барлығы тумаларын күтіп отыр. Өстіп, осы кісілердің қасына келіп отырып алдық да. Сол енді бұйыртса жақсы болып кетсін деп тілей беріңіздер. Барлықтарыңыздың тілеп жатқан тілектеріңіз көріп жатырмыз. Мен негізі өзім больницада ұзақ жүріп көрмеген ғой. Мына жақта больницаны көріп, Үндістандағы ең күшті больницалардың бірі екен. Осы жақта тумалар өстіп күтіп отырады. Кәдімгідей жанашыр екен тумалары. Балалар келді үйге мектептен, қазір реакциясын көреміз. Ау. Мама, не болған? Не болды? Сізге. Не болыпты маған? Мына жақ. Қай жақ? Мына жақ. Ол жақ. Жіп. Ойбай, тұра тұр. Нені? Бұна жерде. Мұрдыңыз қанады ма? Сосын? Ана қанаған ба? Қанаған. Еліп тұрмын, ана қанылып тұрған. Мына жақ. Жөн мама сағынның бәсе қойсын. Мама сағын. Мұрдымды абайландырақан, мұрдыма тесе көп майдақа. Бір 10 күндей кеш бетімді искейшсен. Искесем бола ма? Иске алам ба? Болды, ертен демалыс емес па болды ғой? Шап жатыр, мен мұрындағын алып тастадым ба деген сияқты әлі алмаймын достар. Бұл мұрын 10 күндей тұрады, мынау ішінде андай бірдеңесі тұрады ғой, сол 8 күн тұрады, мұны 8 күннен кейін алады. Еще қазір мен мынандай нәрсе осындай салып жүрмін, қазір мына сториске шыққанға дейін шешіп қойдым, атак осындай тағып жүремін. Негізі кейбіреу бүйтіп жазып бір видео көріп қалдым да, еще нормальный просмотр жинап тастаған ғой, типа Айгүл мұрнын бетін тартқыз, бетім ешқандай тартылған жоқ, қаяқтың бетін наоборот отек болып тұр. Тартылған бет деген ол бетіп кетеді, ешқандай бетін тартылған жоқпын, только мұрын. Мынаны тақып болғаны, мына біреуді, мына құлақтың артынан бір не алады екен, короче. Тері сияқты ішіне керек пайдаланатын нәрсені алады екен құлақтың артынан. Сонымен солай, так ешқандай тартқызу ештеңе жоқ. Бетім пока отек болып тұрады 3-4 күнде. Потом барып отек басылғаннан кейін түрім нормально. Хорошо, что мен көзім айналасы көгерген жоқ. Незвасно мұрын жасаққандардың көзінің айналасын бәрі көгеріп ісіп кетеді қатты. Менікі средний отек болып тұр пока. Наверное, видели, сегодня мне отправили подарочки. Я сразу заметила, это от кого? Тонкое искусство пофигизма. Это от моей самой любимой, самой близкой подруги. Даже по цветочкам заметно, что у нее вкус нереальный. Любимая, я тебя безумно, сильно очень люблю. Спасибо. Я только возвращаюсь
домой. Мне нужна ваза. Я не знаю, куда их поставить. Саламатсыз, жақсысыз, қалайсыз? Перизат, бүгін бізде сұрақ жауап. Оқырмандардан сұрақ келіп тұр. Перизат неге пікір таласпай отыра береді дейді. Мен біраз қазақшам жоқ. Сол себептен пікірімді тура емес айтып қоямын деп ұяламын. Негізі айта беріңіз. Орысша қосып айтсам болады ма? Жоқ, қазақша айтыңыз, дұрыс болмай жатқан жеріңізді жөндеп жібереді. Бірақ көбірек сөйлеңіз, көбірек көріңіз. Оқырмандар сізді күтеді. Қырғызстан елімізден бір оқырмандар тоже сізді күтеді, сұрайды. Мен әрекет қыламын. Мен бүгін ортадамын, кстати. Аделя, сізге сұрақ. Аделя енді үміткер күте ме дейді? Мен үміткер күтемін. Сезім жоқ ешкімге? Жоқ. Аға, қарындас деген нәрсе жоқ? Жоқ, ағаларым жоқ енді мен. Ағасыз қалып қалдыңыз? Ой, грустно. Бекзат, оқырмандар сіздерді сұрап жатыр екен. Бекзат пен Индира ортаға қашан шығады дейді. Сіздерде жалпы таныстық қалай? Бізде барлығы өте керемет жүріп жатыр. Жанымда мүмкін жоқ болғаннан кейін сезім одан сайын артқан сияқты. Сағынып жүрсіз ба? Ғалымжаннан сұраңызшы, жобада қайсы қыздармен жақсы араласады дейді. Жобада бәрімен бірдей араласам, қатты араласам деп айтамын мен. Қайсы? Күшті, өзіңіз қалайсыз? Аяулым неге сонша ерке дейді. Ерке? Қатты түсіресіз. Не істеп Тауықтың ығырын шығарып отыр. Баланың шала болып тұр ғой. Нұрсұлтан, сізге сұрақ, Мариям келсе қабылдай ма? Неге? Сезіміңіз жоқ па? Ал Перизат сізге таныстыққа ұсыныс жасаса? Қыз баласына жасаған қате болады ғой? Мен жасап тұрса. Ернар, барлық сұрақтар сіздерге қатысты болып жатыр. Ернар мен Аделя танысып жатыр ма? Жалпы қалай болып жатыр? Ернардың сезімі бар ма? Қайтсың білген енді. Сезім дегенде андай ғой енді, құлай ғашық болу деген әңгіме емес, бірақ менің ойымдағы адам ғой негізі. Бүгін деген кеше негізі түнде жатқанда сағат 19-да тұратын адам едім. Бетті ұялмай әбетті 2-де тұрдым ше негізі. Қатты ұйықтап қалыппын. Бүгін бізде қайтадан фотосессия болады. Бүгін отбасылық фотосессия жасаймыз. Қазір енді оянып дайындалып шығу керек. Балауса, бүгін бізде сұрақ жауап. Балауса ханым реклама кезінде не істейді дейді. Футбол реклама кезінде мен Қайраттың кеше шортс видеоларын көріп отырмын. Сосын шай ішемін. Бізде бүгін студияда Айдана үміткер болып келді. Қалайсыз? Жақсы, шүкір. Қандай жаңалықтарыңыз бар? Жаңалық өте көп. Жақсы демалып келді, сағынып келдім. Абылайханды қанша уақыттан бері көріп жүрсіз? Шыны керек, бірінші эфирден бастап көрдім. Ұнап қалды ма бірден? Жақсы, бір көзіме түскендей болды енді. Абылайхан, сізге арман жоқ қой? Кек қалады қайсы. Біздің өте әдемі қызымызды алып тұрсыз. Әдемі екен, Өте әдемі, өте қарапайым, тәрбиесі мықты. Сондай бір қыз келіп тұр сізге. Мені ашатын қыз келіп тұрған сияқты. Ашса екен, мен просто... Сіз ол қызды ашыңызшы. Алдында көрдіңіз, үміткер келді, үміткеріміз кішкене енді андай баяу не екенді, андай ашылмаған кісі екенді. Жобадағы ең жас, ең әдемі 46 жасар Гаухар ханым. Қалайсыздар? Құрметті ер азаматтар, 35 пен 48 жас аралығында Гаухар ханым өз үміткерін күтеді. Еш қысылмай, еш қорықпай келсеңіздер болады. Қараңыздаршы, 46-ға ұқсамайды мүлдем. Керемет. Төменде сіздер үшін қалдырам, аккаунтын жазып, келіп қорықпай таныстық бастасаңыздар болады.